Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге 2011 жылы жарық көрген 400-летний сон деп аталатын мини-сериал туралы айтып беремін. Фильмнің басында екі жұмысшы ескі үйді бұзып жатыр. Олар қабырғасы цементпен қапталған бөлмеге жетіп, бөлменің ішіндегі қорқынышты жағдайға куә болды. Бұл уақытта үйдің егесі Хён Мин көмекшісімен бір нәрселер ақылдасып отыр. Жұмысшылар одан тез арада келуін өтінеді. Адам бөлмеден табылған мәйітті көріп, бір орнында қатып қалады. Көрінісіне қарағанда, мәйіт бұл жерде бірнеше 100 жылдан бері жатқан секілді. Жұмысшылар мәйітті отбасылық мазарға жерлеуді ұсынады, алайда Хён Мин бас тартып, өлген адам туралы көбірек мәлімет білгісі келеді. Профессор Канг Сухи медициналық зерттеу орталығында жұмыс жасайды. Ол досы Джебонмен тамақтануға шықпақ болып жатқан. Алайда қызға мәйіт туралы хабарлаған сәтте қыз барлық жұмысын ысырып қойып, мәйітті көруге аттанады. Хён Минді алғаш рет көрген Сухи бұл адамды ұзақ уақыттан бері танитындай сезімде болды. Мәйіттің үстіндегі киіміне қарап, Сухи оның әйел адам екендігін бірден түсінеді, және де көмекшілермен бірге мәйіттің жан-жағындағы заттарды тазалайды. Профессорға мәйіт пен өзінің арасында бір байланыс бар секілді сезіледі. Аяқ астынан мәйіттің де Сухидің де көзінен жас аға бастады. Анықтап қараған профессор мұның жас емес, төбеден ағып тұрған су екендігін көрді. Түнде Сухи түсінде белгісіз бір еркектің оның иығына гүлдің бейнесін салып жатқандығын көреді. Таңғаларлық, алайда шынайы өмірде қыздың денесінде дәл сол сурет пайда болады, және де ол күн сайын анық және үлкейе түседі. Ал дәрігерлер болса, бұл жағдайдың қалай болғандығын түсінбей әлек. Хён Миндің әкесі Дьокки ұлының өзінің ата-бабасының денесі болуы мүмкін мәйітті тексеріске бергендігін естіп мұңаяды. Себебі ол мәйіттің тыныштық табу үшін жерленуі керек деп санайды. Хён Мин бұзылған үйдің орнына қонақ үй салмақшы екендігін айтып, әкесін одан бетер ренжітеді. Профессор көмекшілермен бірге мәйітті зерттеп, оның денесінен өлімге себепші болатындай ешқандай жарақат таппады. Жалғыз назарды аударатын нәрсе мәйіттің қолындағы сынған тырнақтар. 발톱은 괜찮은데. Ногти на ногах целые, 손톱은 왜 하나같이 а на руках сломаны. Сухи ақыр соңында бұрынғы сыныптасы Джебонмен тамақтануға шығады. Жігіт қызға бұрыннан ғашық болатын, алайда қыз дос болып араласуды ұсынған. Джебон психолог болып жұмыс жасайды, және де Сухи оған үнемі көретін түстері туралы айтады. Мәйітті бірінші болып тапқан жұмысшылардың бірі Чой Дьоккиға бір орам қағазды беріп, бұл қағаздардың мәйіттің қасында жатқандығын, және де өзінің ешкім көрмей тұрған кезде қағаздарды алып алғандығын айтады. Дьокки қағаздағы мәліметтің бірнеше қатарын оқып қатты таңғалады, және де жұмысшысына бұл қағаздар туралы ешкімге айтпауын сұрайды. Кешкісін Хён Мин ескі үйден бір дыбыстар келіп жатқанын естіді. Адам үйге жақындап есікті ашқан сәтте төбеден бір ер адамның асылып тұрғандығын көреді. Алайда бұл бейне бір сәтте жоқ болып кетті. Чой жұмыстан кейін масайып алып, қалтасынан мәйіттің қолынан шешіп алған сақинасын шығарып қарап тұрған болатын. Осы сәтте аяқ астынан қасында тұрған көліктің тежегіші істен шығып адамға келіп соғады. Дьокки табылған қағаздарды зерттеп, мумияның есімін біліп алады. Алайда олардың отбасылық шежіресінде бұл адамның есімі жоқ болатын. Демек, ата-бабасы қайтыс болған адамның олардың отбасымен байланысы болғанын қаламаған. Дьокки әулеттің үлкеніне барады, және де ол кісі Дьоккиға бұл сырды ешкім білмеуі қажет, әйтпесе отбасымыз масқара болады дейді. Зертханада көмекшісі Сухиға мәйіттің өлген кезіндегі жасы шамамен 25 жастарда болғандығын хабарлайды. Демек, оны ұрлап кетіп өлсін деп қамап тастаған болулары да мүмкін. Дьокки ғалымдар шындықты біліп қоймаулары үшін тез арада мәйітті алып кеткісі келеді. Алайда Сухи Хён Минді өте маңызды зерттеулерді жүргізе алу үшін дененің тағы да бірнеше күн зертханада бола тұруына көндіреді. Сухи Хён Миннің көмекшісі Ханнамен жақын араласып кетеді. Ханна өздерінің жаңа сценарийларымен жұмыс жасап жүрген болатын. Сценарийда Сухи түсінде көрген және де өзінің денесінде пайда болған гүлді байқап қалады. Ханна бұл суретті Хён Миннің өзінің елестетулері арқылы салғандығын айтады.
Сухи мен Хёнмин тағы да мәйіт табылған ескі үйге келді. Осы сәтте Хёнминнің үстіне төбеден бір кірпіш құлап қолын жарақаттайды. Сухи жігіттің қолындағы жарасын таңып отырып одан суреттегі гүл туралы сұрайды. Жігіт өзінің ойынша бұл суретті ер адам жақсы көрген әйелінің иығына салатын болса, мәңгілік махаббаттың белгісі болады дейді. Қызды бұл нәрсе қатты ойландырды. Түнде Ханна тағы да бірнеше суреттер түсіру үшін жасырын үйге келеді және де ол жерде Хёнминнің інісі Донгминді кездестіріп қалады. Жігіт басқа қалада жұмыс жасайды және де қарызға алған ақшаларын өтеу үшін әкесінен ақша сұрап келген болатын. Сухи тағы да сол түсті көреді, ал оның иығындағы сурет болса анық болады. Бір нәрсе әсер етіп, қыз тағы да мәйіттің қасына келеді және де таңғаларлығы мәйіттің иығында да өзінің иығындағындай сурет пайда болған екен. Профессор мәйітпен тығыз байланысым бар болуы мүмкін деп күдіктенді. Сухи мәйіттің қасынан табылған заттарды зерттеп жатқан зертханаға барды. Зерттеуші үйден қалам мен сия бөтелкесі табылғандығын, алайда ешқандай жазба болмағандығын айтады. Сухи жалғыз өзі тағы да әлгі үйге барады және де қабырғадағы тырнақ іздерін байқайды. Демек мәйіттің сынған тырнақтарының себебі осы. Қызға аяқ астынан өзінің ұлттық киімде қабырғаны қалай тырнап жатқандығы көрінеді. Сухи Хёнмин оны бірнеше рет шақырған соң ғана өзіне келді. Келесі күні Хёнмин мумияны тағы бірнеше рет суретке түсіру үшін зертханаға келеді. Дәл осы сәтте Сухи тағы да түс көріп жатқандай болып, түсіндегі сурет салып жатқан адамның Хёнмин екендігін көрді. Аяқ астынан жарық түсіретін құрылғы жігіттің үстіне құлайды, алайда Сухи оны құтқарып үлгереді. Кешкісін қыз жігітке оны үнемі түсінде көретіндігін мойындайды, алайда Хёнмин ондай түстер көрмейтіндігін айтады. Олардың әңгімесін осы сәтте келіп қалған Джебом бұзады. Жігіт қызды Хёнминнан қызғанып қалды. Хёнмин тағы да асылып тұрған адамды көріп, психологқа барған дұрыс деп шешеді. Джебом жігітті ауруханада көріп қалып, әріптесінен оны өзіне жіберуді сұрайды. Психолог гипноз қолданып Хёнминнің түсінде бір адамды көретіндігін және де ол адамның ескі үйден шығуға тырысып, үнемі Сухи есімін қайталайтындығын біліп алады. Хёнмин есін жиғаннан кейін психолог оған гипнозда айтарлықтай ештеңе айтпағандығын айтады. Өйткені ол Сухи мен Хёнминнің жақын араласқандарын қаламайды. Сухи өзі мен мәйіттің бір адам болуы мүмкін деген күдікке барады және де шашының талшығын зертханаға береді. Таң қаларлығы ДНК нәтижесінде мәйіт пен оның анализдері бірдей болып шықты. Шокқа түсіп қалған қыз тағы да ескі үйге келеді. Ол жерде оны Хёнмин көріп қалады. Жігіт қызбен сөйлесуге тырысады, алайда қыздың бойын белгісіз бір күш билеп алып, ол жігітті тұншықтыра бастайды. Даёкке келіп оларды әрең дегенде ажыратып алады. Қыз өзінің жасағанынан қорқып қашып кетті. Келесі күні Сухи Хёнминнан кешірім сұрайды және де сол сәтте оның денесін басқа біреу басқарып тұрғандығын айтады. Алайда қыз мұны қалай дәлелдейтінін білмейді. Екеуі бір нәрсе біліп қалар деген оймен Чойға келді. Жұмысшы жол апатынан кейін әрең дегенде жүреді, ал оның әйелі болса белгісіз бір аурумен жатып қалыпты. Чой оларға мумияның қолынан алған сақинаны беріп, бұл сақинаның отбасына жамандық алып келгендігін айтады. Алайда Хёнминнің әкесіне берген жазбалары туралы үндемеді. Хёнмин сақинаны әкесіне әкеліп береді және де әкесі де бұл сақинаның бақытсыздық әкелетіндігін айтады. Даёкки сақинаны жалғыз тұрған мазарға алып келіп, отбасын жарылқауын сұрайды. Хёнмин әкесінің ізінен жалғыз мазарға келіп, бірнеше жылдар алдын олардың отбасында бақытсыздық болғандығын түсінеді. Алайда Даёкки ол нәрсенің не екендігін айтпайды. Үйге қайтып келген әкесі жазбаларды отбасылық кітапханада жасырмақшы болады. Алайда осы сәтте оның үстіне кітаптар тұрған сөре құлап кетіп, адамның қолы сынды. Хёнмин мен Сухи әулеттің үлкенінен шындықты білуге тырысады, бірақ шал оларды қуып жібереді. Олар Сухиді қорқытып қою үшін бас кесерлерді жалдады. Қыз олардан қашып құтылып бір ғимаратқа жасырынады және де осы сәтте ғимараттың есігі өздігінен құлыптанып қалады. Донгмин әкесінің ізінен аңдып жазбаларды ұрлап алды және де оларды Сухиға сатты. Осылайша ол өзінің қарыздарынан құтылмақшы. Профессор жазбаларды оқып, ақыр соңында шындықты біледі. Осыдан шамамен 400 жыл алдын Сухи мен Хёнмин бақытты отбасы болды. Бірақ бір күні қызды бандит
бандиттер ұрлап кетеді. Сухи олардан қашып құтылады. Алайда қатыгез енесі келініне бандиттердің қолы тиген деп оны үйге кіргізбей қояды. Хёнмин әке-шешесінің райына қарсы бара алмай сүйіктісін ескі үйге жасырып қояды. Осылайша олар бірнеше ай кездесіп жүреді. Сухи бостандығынан айырылды, алайда күйеуіне қайта оралды. Хёнмин олардың мәңгілік махаббатының белгісі ретінде қыздың иығына гүлдің суретін салды. Бір күні Сухи әке-шешесі Хёнминді зорлап басқа біреуге үйлендіріп жатқандығын білді. Жігіт алғашқы түнінде Сухиға келіп, ештеңеге қарамастан мәңгілік тек қана сені жақсы көретін боламын дейді. Алайда келесі күні қызметшілер ескі үйдің барлық қабырғаларын жауып тастады. Ал Хёнмин болса өз қолымен қабырғаларды цементпен қаптады. Сухи жылап сүйіктісіне тоқтауын өтініп жалынды. Осылайша ол бостандыққа шығуға тырысып тырнақтарын сындырған болатын. Ал барлығы бекер екендігін түсінген соң өмірінің қайғылы оқиғасын қағаз бетіне түсірді. Ал өлімі алдынан күйеуін ешқашан тіпті тозақта да кешірмейтіндігіне ант ішті. Сухи қыздың жазбаларын оқып болып көз жасын тоқтата алмайды. Профессор Хёнминға хабарласып, ескі үйге жақындаудың ол үшін қауіпті екендігін ескертеді. Және де жігіттің өтінішіне қарамастан онымен кездесуден бас тартады. Хёнмин мумияның суреттерін қарап отырып, суреттегі бейнелерде Сухидің түрі пайда бола бастағандығын байқайды. Даёкки зертханаға келіп, мәйттен құтылу арқылы ескі қарғысты жоймақ болады. Сухи келіп қалған кезде адам оған шабуыл жасамақшы болады, алайда оның қолын бір нәрсе тоқтатып, пышақты өзіне сұғып алады. Полиция Сухиді Даёккиға шабуыл жасағандығы үшін тұтқындайды. Алайда камералар арқылы адамның өзін-өзі жарақаттағандығын көріп, қызды босатып жібереді. Сухи Даёккиға жазбаларды қайтарып, енді Хёнминмен ешқашан кездеспеймін деп шешеді. Бірнеше уақыттан кейін Хёнмин келіп жазбаларды көреді және де өткеннің қорқынышты шындығын біледі. Осылайша жігіт түсінде көрген асылып тұрған адамның өзі екендігін түсінеді. Бұл уақытта Сухи Джебомның дәптерінен гипнозда жатқан Хёнминнің не айтқандығын біледі және де досына шындықты жасырып қалғандығы үшін ашуланады. Сонымен қатар дәптерде өткен шақтағы Хёнминнің өлімі алдында жазып қалдырған жазбасы бар екендігі айтылған. Сухи мен Ханна адам асылған ескі үйді ақтарып, өлімі алдынан жәшікке жазып қалдырған жазбасын табады. Хёнмин өткенде болған оқиғалар үшін мумиядан кешірім сұрауға зертханаға келеді. Осы сәтте мумия Хёнминді тұншықтыра бастайды және де жайлап өткен шақтағы Сухиға айналады. Ал Хёнмин болса барлығына өзінің кінәлі екендігін түсініп қарсылық танытпайды. Осы сәтте профессор пайда болып өткен шақтағы Хёнминнің қалдырған жазбасы туралы айтады. Сол түні Хёнминнің жаңа әйелі күйеуінің әлі де Сухиға ғашық екендігін біліп қойып, әке-шешесіне айтып береді. Жауыз әке ұлын өз қолымен қабырғаны жабуға зорлайды. Жігітте мойынсынудан басқа жол қалмайды, алайда сәлден кейін ол сүйіктісін құтқару үшін қайтып келеді. Осы сәтте әке-шешесі келіп қалып айтқандарын тыңдамағандығы үшін ұлын жазалап сарайға қамап тастайды. Жігіт енді сүйіктісін ешқашан көре алмайтындығын түсініп, жәшікке қыру арқылы өлімі алдындағы жазбаны қалдырып, өмірімен қош айтысады. Қазіргі шақта мумия шындықты біліп жылап, ақыр соңында күйеуін кешіреді. Ерлі зайыптыларды тыныштық табу үшін бір жерге жерледі. Ақыр соңында өткен шақтағы Хёнмин және Сухи бір-бірін құшақтап тыныштық табады. Міне осымен тәмам достар. Егер сіздерге видео ұнаған болса, әдеттегідей оны комментарийда 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіздер. Сонымен қатар, егер сізге біздің видеоларымыз ұнайтын болса, және де видеоларды каналға тіркелмей көріп жатқан болсаңыз, каналға тіркеліп қолдау білдіріп кетіңізші. Осылайша сіз бізге көбірек видео түсіруге мотивация бересіз. Ал ендеше алдын ала рахмет айта отырып, келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.